Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ол етістік және етістіктің екі шағымен таныс боламыз. Ол present simple және present continuous. Етістік ағылшын тілінде the verb немесе ары қарай verb деп айта береміз. Етістік құрамына байланысты, құрылысына байланысты үшке бөлінеді: негізгі, туынды және күрделі етістік болып. Негізгі етістіктер дегеніміз ешқандай жұрнақсыз, яғни суффиксіз немесе префиксіз жасалатын түбір сөздер. Мысалы go, leave, run, тағы басқа. Туынды етістіктер дегеніміз ол жұрнақ жалғану арқылы немесе префикс жалғану арқылы жасалатын етістіктер. Мысалы broad сын есіміне en жұрнағын жалғасақ, broad'ын туынды етістігі пайда болады. Сол сияқты understand етістігіне miss префиксін жалғайтын болсақ, misunderstand, яғни дұрыс түсінбеу дегенді білдіретін етістік пайда болады. Бұлар туынды етістік. Күрделі етістіктер жалпы жиі кездеспейді. Ол екі немесе үш сөзден құралып жасалған етістіктер. Бұл жерде withdraw деген сөзді алсақ болады. With және draw арқылы жасалған, немесе undertake деген, кешірім сұраймын, undertake ол туынды етістікке жатады. Under деген префикс арқылы жасалған. Мысалы broadcast сөзін алатын болсақ, broad және cast сөздері арқылы жасалған. Етістікке тән жұрнақтар, яғни басқа сөз таптарынан немесе сол етістіктен туынды етістік жасау үшін қолданылатын жұрнақтар, суффикстер, яғни ол en, жаңағы айтқан broaden деген мысалдағы сол сияқты widen, тағы басқа мысалдар келтіруге болады. Widen, fy, мысал алатын болсақ, classify, яғни fy деген жұрнаққа аяқталып тұрса, ол етістік екенін білуге болады. Iz, ол жаңағы organize, мысалы сол сияқты realize деген сөздер. ға аяқталатын сөздер, етістіктер өте көп. Мысалы demonstrate деген сөз, illustrate, тағы басқа. Етістікке тән префикстер. Қайта дегенді білдіретін префикс. Мысалы rewrite, қайта жазу. Сол сияқты resit the exam, экзаменді қайта тапсыру. Disagree, яғни agree келісу, disagree келіспеу. Префиксі етістікпен сондай жиі қолданылады деп айта алмаймын. Мысалы undo деген сөзді алатын болсақ, түймені шешу немесе белдікті шешу деген сияқты мағынаны білдіреді. Сол сияқты undress көбіне сын есімдермен қолданылады, етістікпен қолданылатын да кездері бар. Және осының алдында бір айтып кеткен miss деген сияқты, over, under, miss, over, under сияқты префикстер де етістікпен қолданылады. Present simple, немесе оны тағы да present indefinite деп атайды. Бұл шақ күнделікті болатын іс-әрекеттерді осы шақта, жай осы шақ деп аударуға болады. Жай осы шақ деп аударып жатады. Осы шақта болатын күнделікті іс-әрекеттерді көрсетеді. Яғни ұбт тест тапсырмаларында present simple'ды табыңыз немесе present indefinite'ді табыңыз деп келу мүмкін. Сондықтан екі атауында жаттап алуларыңыз дұрыс болады. She works in a bank. Бұл енді жалпы тұрақты жағдай, ол күнделікті
банкқа барып жұмыс істейді. Яғни қалыпты жағдай. It often rains here in Астана. Яғни Астанада жиі жаңбыр жауады. Жаңбыр қазір жауып жатқан жоқ. Жауды емес, келешекте жауады емес, ол жиі жауады. Бұрында жауды, қазір де жауады, келешекте де жауады деген сияқты. Жалпы болатын іс-әрекеттерді көрсетеді. Rains етістігіміз және жиі деген сөздің өзі мағынасы бойынша көрсетіп отыр бізге present simple екендігін, жаяу шақ екендігін. Water boils at 100 degrees. Яғни су 100 градуста қайнайды. Бұл енді табиғат заңдылығы деп айтсақ болады. Табиғат заңдылықтары, тағы басқа заңдылықтардың барлығы present simple'да қолданылады. Өйткені олар солай болды, солай болады және солай қазір де болып жатыр деген сияқты. Water boils. Және the plane takes off at 6 o'clock. Бұл енді пойыздардың, ұшақтардың, автобустың және тағы басқа, мысалы, театрда бір қойылымдардың, немесе мектепте сабақтардың уақыты, яғни күнтізбе бойынша, алдын ала уақыты қойылған іс-әрекеттер, олар келешекте болатын болса да, біз оны осы шақта, яғни present simple'да қолданамыз. Мысалы, сенің пойыздың сағат нешеде жүреді. Ол әлі жүрген жоқ, ол келер шақта жүреді, бірақ та ол уақыты алдын ала қойылған. Оны өзгертуге келмейді, өзгертілмейді ол уақыт. Бұндай кездерде біз present simple'ды қолданамыз. Яғни the plane takes off at 6 o'clock. Яғни present simple ол күнделікті іс-әрекет, жалпы тұрақты іс-әрекет, жағдай немесе табиғат заңдылықтары, бір қалыпты бір жағдай, және алдын ала жоспарланған бір жоспар немесе күнтізбені білдіретін іс-әрекеттер. Formation, яғни жасалу жолы. Қандай да болмасын шақтағы сөйлемдер болымды, болымсыз, сұраулы сөйлем болып жасалады және оның қысқа жауаптары болады ағылшын тілінде. Present simple'дың болымды түрі, яғни positive sentences қалай жасалатынын көрейік. Ол үшін біз бірінші есімдіктерді аламыз, яғни шақ бізге керек және түр, жекеше түр, көпше түр керек. I, you, we, they есімдіктермен, яғни бірінші жақ жекеше түр, екінші жақ жекеше және көпше түр. Және көпше түрдің барлығы қай жақта болмасын, олардың барлығы етістіктің бірінші ешқандай өзгеріссіз формасы арқылы жасалады. Яғни етістіктің бірінші формасы дегенді мен жерде verb деп жаздым. Ол go, run, leave, read, answer, тағы басқа етістіктер. Яғни ешқандай өзгеріссіз етістіктің өзі ғана қолданылады. Ал үшінші жақ жекеше түрде, яғни he, she, it сөздеріне етістікке s немесе es жалғауы жалғанады. Осының алдындағы мысалдарда көрдіңіздер. It often rains немесе she works деген мысалдар болды.
егер work сөзін алып әрбір есімдікке жіктейтін болсақ, I work, you work, we work, they work, he works, she works, it works болады. Болымсыз түрі, яғни negative sentences, present simple'дағы do, don't және doesn't сөздер арқылы жасалады, көмекші етістіктер арқылы. Яғни do көмекші do және does көмекші етістігіне not қосу арқылы жасалады. Қысқартылған түрі don't және doesn't жазылуына назар аударыңыздар. I, you, we, they. Яғни бірінші жақ, екінші жақ жекеше түрде және көпше түрінің барлығында біз don't қолданамыз және don't-ға етістік қосылады. Don't және етістік. Үшінші жақ жекеше түрде, яғни he, she, it сөздермен doesn't көмекші етістігін және етістікті қолданамыз. Яғни тағы да сол work етістігін алатын болсақ, мен жұмыс істемеймін, I don't work, сен жұмыс істемейсің, you don't work, біз жұмыс істемейміз, we don't work, және олар жұмыс істемейді, they don't work болады. Ал үшінші жақ жекеше түрде ол жұмыс істемейді, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work болады. Және де бұл жерде назар аударатын нәрсе, болымды сөйлемде, яғни positive sentence-да біз he, she болған кезде үшінші жақ жекеше түрде етістікке s жалғанады деп айттық. Енді negative, яғни болымсыз түріне қараңыздар, етістік бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ барлығында да көпше түр, жекеше түрде етістік бірінші формасында ешқандай жалғаусыз болады. Өйткені осы жаңағы болымды сөйлемдегі s ол do сөзіне қосылып, мына жерде doesn't болып қолданып тұр. Сондықтан he, she, it болған кезде болымсыз сөйлемде біз етістікке s жалғамаймыз, яғни doesn't works болмайды. Doesn't s жалғауы doға қосылғандықтан негізгі етістікке s жалғанбайды. Сұраулы сөйлемдер, яғни questions, тағы do, does көмекші етістіктері арқылы жасалады. Do, does көмекші етістігі бұл жерде бастауыштың алдында қолданылады. Яғни тағы да do, I, you, we, they есімдіктермен қолданылады. Яғни бірінші, екінші жақ жекеше түр және көпше түрдің барлығында do болады. Бұл есімдіктердің орнында әрине бір заттың атауы, адамның атауы болуы мүмкін, осы есімдіктер ғана деп ойламаңыздар. Одан кейін етістік. Яғни do бұл жерде көмекші етістігі бастауыштың алдында тұрады. Одан кейін бастауыштан кейін негізгі етістік. Мысалы, сен жұмыс істейсің ба? Do you work? Олар жұмыс істей ма? Do they work? Үшінші жақ жекеше түрде, яғни he, she, it пен біз does көмекші етістігін қолданамыз. Does he, does she, немесе does it. Одан кейін етістік тағы да бірінші формасында болады. S жалғанбайды, өйткені тағы көріп тұрғандарыңыздай does сөзінде S жалғауы жалғанған. Яғни бірза ол жұмыс істей ма деп сұрайық. Does he work? Егер ер адам болса, does she work? Әйел адам болса, және бір зат туралы, мысалы, мына компьютер, мына телевизор істей ма деген кезде, бұл істей ма деп сұрақ қойсақ, does it work? Қысқа жауаптар сол do және does көмекші етістігі арқылы жасалады. Мысалы, do you work деген сұраққа иә деп жауап беретін болса, yes I do.
Does she work деген сұраққа я деп жауап беретін болса, yes, she does. Яғни бірінші yes, одан кейін есімдік. Бұл жерде басқа заттың атауы немесе адамның атауы қолданылмайды, есімдік қана қолданылады. Яғни does Tom work, Том жұмыс істей ме болса, біз оған yes, Tom does деп жауап бермейміз, yes, he does деп жауап береміз. Яғни do, does арқылы жауап береміз. Yes, no болған жағдайда, болымсыз болғандықтан no, біз don't және doesn't арқылы жауап береміз. Бір мысал жазып өтейік. Yes, I do. No, I don't. Сол сияқты yes, you do. Yes, you do. No, you don't. Yes, we do. No, we don't. Yes, they do. No, they don't. Ал he, she, it пен яғни does қолданамыз. Yes, she does. No, she немесе he немесе it doesn't. Бұл яғни present simple-дың жасалуы. Present simple немесе present indefinite жиілілікті көрсететін үстеулермен қолданылады. Көбінесе жиілілікті көрсететін, яғни іс-әрекет қаншалықты жиі болатынын көрсететін үстеулермен қолданылады. All, always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, ever және never. Тағы басқалар. Always, all, әрқашан, usually, әдетте, often, жиі, sometimes, кейде, seldom, сирек, rarely және seldom екеуі синоним болып табылады, екеуі де сирек. Ана жерде hardly ever бірге жазылмайды, бірақ бір сөз hardly ever дегеніміз өте сирек дегенді мағынаны білдіреді. Жоқтың қасында ешқашан сирек пен ешқашанның ортасында өте сирек дегенді білдіреді. Және never ол ешқашан. Және де present simple every week, every month, every year сияқты сөз тіркестермен қолданылады. Бұл жерде жиілілікті көрсететін бірінші жолдағы үстеулермен сөз тіркестері сөйлемде қай жерде қолданылатынын білуіміз керек. Мына сөйлемдерге назар аударайық. I sometimes get up at 7:30 немесе at 7:30. Sometimes сөйлемде негізгі етістіктің алдында тұр. Сол сияқты always, usually, often, яғни мына бірінші жолда тұрған жиілілік үстеулерінің барлығы негізгі етістіктің алдында тұрады сөйлемде. I sometimes get up at 7:30, I always get up at 7:30, I rarely get up at 7:30. Мысалы, екінші сөйлемді қарайық. Мансур is always on time. Always сөзі. Мына жерде бізде негізгі етістік жоқ. Бізде көмекші етістік бар. To be етістігі. Ол is. Яғни ол көмекші етістік to be-дан кейін тұрады. Мына бірінші жолда тұрған жиілілік үстеулердің барлығы негізгі етістіктен бұрын, көмекші етістіктен кейін тұрады. Яғни оны біз былай жазамыз. Мына сөздерден кейін етістік тұрады негізгі. Бұл сөздерден бұрын to be есімдігі тұрады. To be есімдігінің түрлері ол осы шақта am, is, are, өткен шақта was, were. Келесі сөйлем. He never eats meat. Never сөзі жаңа алдында айтқандай негізгі етістіктің алдында тұр. Бірақ бұл жерде айтатынымыз
hardly ever және never сөздері болымсыздықты білдіретін сөздер болғандықтан етістік бұл сөздермен бірге болымды түрде қолданылады. Яғни he never болымсыздықты білдіреді, ал ағылшын тілінде бір сөйлемде бір ғана сөз болымсыздықты білдіру керек. He never, мысалы, doesn't eat meat деп айтсақ, ол дұрыс болмайды, өйткені мына жерде де болымсыздықты білдіретін сөз, мына жерде де болымсыздықты білдіретін сөз тұр. Сондықтан doesn't-ты қолданбаймыз. Сол сияқты hardly ever-ді. Ол өте сирек ет жейді болса, he hardly ever eats meat болады. Ал every week, every month, every year, once a month, twice a year деген сияқты сөздер, сөз тіркестері тағы жиілікті көрсететін, бірақ үстеулер емес. Олар сөйлемнің соңында қолданылады. Мысалы, ол ағылшын тілі сабағына, ауда ағылшын тілі сабағы аптасына 3 рет болады деп айтатын болсақ, he has English classes 3 times a week. 3 times a week сөйлемнің соңында қолданылып тұр. Ол мектепке күнде барады. He goes to school every day. Yani every day, every week, every month сөздері сөйлемнің соңында қолданылады. Келесі шақ ол present continuous, немесе оны тағы да present progressive деп те атайды. Яғни continuous, progressive екі атауында жаттап алуларыңыз дұрыс болады. Өйткені тест тапсырмаларында present continuous тап немесе present progressive тап деп те келуі мүмкін. Present continuous қазақ тіліндегі нақ осы шаққа сәйкес келеді. Яғни дәл қазір осы минутта болып жатқан іс-әрекетті көрсетеді. Мысалы, she is reading a book now. Ол қазір, дәл осы уақытта кітап оқып отыр, немесе кітап оқып жатыр. Етістіктің астына сызып қояйық. Және now деген сөзбен қолданылып тұр. Қазір, дәл қазір. I'm looking for a new job these days. Яғни бірінші, жаңағы біз айтқанымыз, she is reading a book. Ол дәл қазір болып жатыр. Екіншісі, ол белгілі бір, осы шақтағы белгілі бір уақыт аралығында болып жатыр, бірақ дәл қазір осы минутта болып жатуы тез емес. Мысалы, I'm looking for a new job these days. Мен осы күндері жаңа жұмыс іздеп жүрмін. Тура дәл қазір іздеп отырған жоқпын. Бірақ осы күндері, яғни осы бір жұманың ішінде мекен, 2 жұманың ішінде мекен, яғни осы шақтағы белгілі бір периодтың ішінде істеліп жатқан іс-әрекет. Мысалы, жаңағы кітап оқу туралы да I'm reading an interesting book these days. Немесе жай ғана I'm reading an interesting book деп айтсақ, ол дәл қазір тура осы минутта мен оқып жатырмын дегенді білдірмейді. Ол қазір оқымауы мүмкін, қазір ол мектепке бара жатуы мүмкін, қазір ол тамақ ішіп отыруы мүмкін, жай телефонмен сөйлесіп отыруы мүмкін. Бірақ осы күндері, осы уақыт аралығында дегенді білдіреді. Және бұл жердегі етістік ол am looking. They are moving into their new house next week. Present continuous-тың үшінші қолданылатын жері ол келер шаққа белгілі бір жоспар жасалып, алдын ала бір іс-әрекеттер атқарылса, онда біз present continuous-ты келер шақ
көрсету үшін қолдана аламыз. Яғни мына жерде не көріп тұрмыз? Next week, және they are moving into their new house. Яғни олар келесі аптада жаңа үйлеріне көшеді. Біз олар жаңа үй алып қойғандығын, және олар келесі аптаға жоспарлап қойғандығын білеміз. Яғни ол жоспарланған бір іс-әрекет. Келер шақтағы present continuous арқылы көрсетіле алады. Осы үш қолданылу жолы present continuous, яғни дәл қазір тура осы моментте болып жатқан іс-әрекет, осы шақта белгілі бір уақыт аралығында болып жатқан, бірақ дәл осы уақытта болмауы да мүмкін. Және келер шаққа белгілі бір уақытқа жасалған жоспарды көрсете алады present continuous. Және көбінесе present continuous пен қолданылатын сөздер олар now, қазір, right now, тура қазір, at the moment, осы моментте, осы минутта, always, constantly, still. Always және constantly сөздері, және алдында көрдіңіздер, always present simple мен қолданылады деп айтқанбыз. Always сөзі present continuous пен бір бірдеңе ұнамайтындығын көрсеткен кезде қолданылады. Мысалы, сен ылғи да, сен әрқашанда мысалы заттарыңды шашып кетесің деп біреуге бір ұнамайтын нәрсені айтқан кезде қолданамыз present continuous'та. Мысалы, you are always leaving your things on the floor деп айтуға болады. Яғни бұл жерде бір адам екінші адамға өзінің өзіне бірдеңе ұнамай тұрғандығын айтып тұр. Always деген сөзді қолданып, яғни оған бір сол сөздің өзін айтқалы тұрған ойын біраз күшейту үшін, ылғи да қалтырып кетесің, әрқашан қалтырып кетесің деп always сөзін қолданып тұр present continuous шағында. Still дегеніміз ол әлі деген сөзді білдіреді. Мысалы, ол әлі жуынып жатыр, немесе ол әлі сабағын дайындап жатыр. Тоже present continuous шағымен қолданылатын сөз. Formation, яғни present continuous'ның жасалу жолы. Present continuous be, to be, яғни көмекші етістігі, және етістікке ing жалғануы арқылы жасалады. To be көмекші етістігі өзі бірінші формасында be болып қолданылмайды. Ол бастауыш бірінші жақ, екінші жақта тұрма, немесе көпше тұрма, жекеше тұрма, соған байланысты өзгереді. Оның үш формасы бар. Яғни негізгі формуласы деп айтсақ болады. Present continuous ол to be етістігі және негізгі етістіктің ing жалғанған түрі. Бірінші жақ жекеше түр I болған кезде be-дің формасы am, яғни I am, және етістікке ing қолданылады. Мысалы, бір етістік алайық. Мысалы, sleep. I am sleeping. Мен ұйықтап жатырмын деп адам айта алады екен, ұйықтап жатып. Екінші жақ жекеше түрде және көпше түрдің барлығында be-дің көмекші етістігінің формасы ол are, яғни you are, we are, they are. Және етістікке ing жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, reading деп айтсақ. Үшінші жақ жекеше түрде, яғни he, she, it болған кезде to be-дің формасы ол is, және етістікке ing жалғануы арқылы, мысалы, working деген сөйлемдер шығады.
I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is және етістікке ing жалғануы. Болымсыз түрі present continuous'тың to be көмекші етістігіне not жалғану арқылы жасалады. Яғни I am not sleeping. You немесе we немесе they are not немесе қысқартылған түрі aren't reading. Және he, she, it is not немесе қысқартылған түрі isn't working. Present continuous'тың болымсыз түрінде don't, doesn't көмекші етістіктерін қолданбаймыз. Көмекші етістік бұл жерде бізде to be және оның формалары am, are және is. Сондықтан осы көмекші етістіктерге not жалғаймыз. I am not, you are not, he is not. Сұраулы сөйлем тағы да do, does арқылы емес, to be етістігінің осы үш формасы арқылы жасалады. Яғни am, are және is көмекші етістіктері бастауыштың алдына шығады. Am I sleeping? Are you немесе we немесе they reading? Is he немесе she немесе it working? Қысқа жауаптар present continuous'та тағы осы to be көмекші етістігі арқылы жасалады. Яғни болымды, яғни я деген жауаптарда yes I am, yes you are, yes we are, yes they are, yes he is, yes she is, yes it is. Яғни осы алдындағы айтылғандай I мен am, you, we, they мен are көмекші етістігі, he, she пен is көмекші етістігі қолданылады. Ал болымсыз жауапта, яғни no деген жауапта осы көмекші етістіктен кейін not жалғаймыз. I am not, you are not, we are not, they are not немесе қысқартылған түрі. Сол сияқты he is not, she is not, it is not немесе қысқартылған түрі he isn't, she isn't, it isn't. Бір мысал жазып кетейін. Yes, I am. Және мысалы no, he isn't. Қысқа жауапта, я деген қысқа жауапта I және am сөздерін қысқартып жазуға болмайды. Яғни мынандай түрде, I am деген түрде қолдануға болмайды. Қысқа жауапта ғана. Келесі present simple, present continuous шақтары туралы айтқан кезде айтып өтетін ол state verbs, action verbs, state verbs немесе action verbs, non-action verbs деп атайды. State verbs дегеніміз немесе non-action verb деген іс-әрекетті қимылды білдірмейтін етістіктер. Олар көбінесе ойлау, немесе көңіл күйді, немесе сезу қабілеттерін, эмоцияны, бір қалыпты білдіретін етістіктер. Яғни оларды қимылмен көрсете алмаймыз, олар қимылды көрсетпейді. Мысалы, екі етістік алайық. Go және love. Go сөзі жүру, яғни ол бір қимылды көрсетеді. Жүру дегеніміз ол action verb болады. Action деген қимыл, іс-әрекет деген сөз. Ал love жақсы көру, ол бір эмоцияның түрі немесе сезім. Сондықтан ол state verb немесе non-action verb болып табылады. State verbстардың бірнеше түрі мына жерде берілген. Mental state дейді. Яғни mental state дегеніміз бір ойлау қалпын білдіретін сөздер. Ол жерге жаңағы айтқан love сияқты know мысалы білу, feel
сезу, немесе want, бірдеңені қалау, understand, түсіну, және need сияқты сөздер келеді. Тағы да басқа сөздер, ең жиі қолданылатындары осы. Emotional state, яғни көңіл күйді білдіретін сөздер, or love, сол сияқты, like, hate, жек көру, немесе dislike, ұнатпау, сол сияқты. Бұл жерге prefer кіргізуге болады, бірдеңені қалау. Келесі ол possession, яғни possession дегеніміз тәуелділікті білдіретін сөздер. Мысалы, ең жиі қолданылатыны оның ішінде ол have. Менің ағам бар, менің 2 әпкем бар деп айтқан кезде, бұл жерде ол бар деп аударылады. Яғни біреуде бірдеңе бар екендігін, немесе бір заттың да бірдеңесі бар екенін көрсететін сөздер орысшаға иметь деп аударылады, қазақшаға көбінесе бар деп аударамыз, ол енді сөйлемде аударылады. Have, сол сияқты. Possess-ның мағынасы дәл have-тің мағынасын білдіреді. Яғни бірдеңеге ие болу, менде бірдеңе бар деген сияқты. Одан кейін own тағы бірдеңеге ие болу, және belong ол қарама-қарсы осыған. Мысалы, менде велосипед бар деп айтатын болсақ, I have a bike. Мысалы, мына велосипед менікі, маған тәуелді деп айтсақ, онда this bicycle belongs to me деп айтамыз. Яғни біреуге тәуелді болу, біреудікі болу дегенді білдіреді belong деген сөз. Sense perception, яғни сезу қабілеттерін білдіреді. Сезу қабілеттері деген сол және көру, иіс сезу, дәм сезу, тағы басқа. Taste, дәм сезу, smell, иіс сезу, hear, есту, see, көру, тағы басқалар. Және other деп бөлінген, бұл жаңағы алдындағы айтқан категориялардың ешқайсына жатпайтын, бірақ сонымен қатар іс-әрекетті көрсетпейтін, қимылды көрсетпейтін етістіктер. Ол жерге мысалы seem, бірдеңе болып, әлдеқандай болып көріну, мысалы he seems nice, ол жақсы болып көрінеді деген сияқты. Cost, бағасын айтқан кезде тұрады деп аударамыз. Мысалы, ручка 50 қалам, яғни қалам 50 теңге тұрады дегенде, the pen costs 50 теңге. Сол сияқты. Тағы way, appear, exist сөздері бар. Мысалы, way деген сөзді алсақ, ол бір заттың салмағын көрсетеді. Мысалы, осы қалам қанша, мысалы, 10 грамм салмақ тартады деп айтатын болсақ, this pen weighs 10 grams. Осы сияқты сөздер, яғни бұл сөздерді біз не үшін, етістіктерді не үшін біз action және non-action деп бөлеміз. Өйткені action verbs, яғни қимылды білдіретін сөздер present simple-да да, present continuous-да да қолданылады. Ал state verbs, яғни ойлауды, сезімді, сезу қабілеттерін, тәуелділікті білдіретін, яғни қимылмен көрсетуге болмайтын етістіктер, олар present simple шағында ғана қолданылады. Яғни present continuous-қа оларды қоюға болмайды. Кейбір оқушылар шатастырып ing жалғауға болмайды деп айтып жүреді. Ing жалғауға болмайды емес. Ол present continuous-қа қолға болмайды. Яғни
I am knowing, I am feeling мына жердегі етістіктермен he is wanting деген сияқты сөйлемдер болмайды. Егер осы сөздердің біреуі жақша ішінде беріліп, present simpleға немесе present continuousқа қою керек болса, онда бірден осы сөздерді present simpleға қоясыздар, өйткені present continuous'та олар қолданылмайды. Мысалы, I love деп айтуға болады, I am loving деп айтуға болмайды. Сол сияқты. Мен түсіндім, немесе мен түсініп отырмын, қазір түсініп отырмын. Дәл қазір болып жатыр, бірақ оны біз сонда да present continuous'та қолданылмаймыз. I am understanding деп айтпаймыз, I understand деп айтамыз. Мен түсінемін, жалпы мен түсінемін деген сияқты. Сондықтан да біз етістіктерді осы action, non-action, немесе action және state verbs деп бөлеміз. Мысалдар қарап өтейік. Бірінші мысал, George to the dentist every month. Ең бірінші біз назар аударуымыз керек. Every month деген сөзге every day, every month, every week деген сөздермен біз жаңа айтқанбыз present simple қолданылады. Present simple'ды жасалу жолы ол болымды сөйлем көріп тұрмыз. Нүктеге аяқталып тұр. Болымды сөйлемде present simple етістік арқылы немесе етістікке s жалғану арқылы жасалады дедік. George адамның аты, яғни бұл ер адам екен білеміз, жекеше түр екен білеміз. Жекеше түр ер адам ол he. Ал біз және алдында айтып кеткенбіз, he болған кезде, яғни жекеше түр үшінші жақта етістікке s жалғанады деп. Сондай нұсқауды іздейік. Ол goes варианты, goes нұсқасы. Яғни George goes to the dentist every month деген жауап дұрыс болып табылады. Екінші мысал, my friend, the answer to the question. Және нұсқауларды қарап өтсек, берілген етістік ол no. No етістігі ойлауды білдіретін, ойлау қалпын білдіретін state verb қатарына жатады. Ал біз жаңа айтып өткенбіз, state verb continuous формасына қойылмайды дедік, яғни continuous формасын is knowing'ді алып тастаймыз. Жай ғана ing деген форма болмайды, бұл жерде to be етістігі жоқ, сондықтан бұл да дұрыс емес. Is know ing-сіз тағы болмайды деп айтқанбыз, to be болған жерде ing болу керек. Енді know және knows нұсқалары қалды. My friend жекеше түрде тұр, менің досым, яғни менің досым ол ұл болуы мүмкін, қыз болуы мүмкін, he немесе she. Үшінші жақ жекеше тұр, жаңа осының алдындағы сияқты, оған етістікке s жалғану керек. Сондықтан дұрыс нұсқалы бізде D болып табылады. My friend knows the answer to the question. Үшінші мысалды қарайық. Where is Robert? A shower. Роберт қайда? Және ол душқа түсіп жатыр ма деген екі сұрақ. Роберт қайда? Яғни дәл осы уақытта ол қайда? Ол қазір душқа түсіп жатыр ма? Тура қазір болып жатқан әрекетті білдіргендіктен ол present continuous екен білеміз. Present continuous be және етістікке ing қосылу арқылы жалғанады. Енді be-дің қай формасын аламыз? Роберт туралы сұрақ болғандықтан, Роберт ол he есімдігімен ауыстыруға болады, яғни ол үшінші жақ жекеше түр. Үшінші жақ жекеше түрде біз етістіктің, to be етістігінің is формасын аламыз. Яғни бұл жерде is формасы бар, бізде екі нұсқа бар, қалған нұсқаларды алып тастауымызға болады. Енді ол душқа түсіп жатыр ма деген сұрау сөйлем болғандықтан, біз алдында айтқанбыз, to be көмекші етістігі бастауыштың алдына шығады деп. Бастауыш бізде he, ол is алдында тұрған нұсқа, ол is he having. Is having деген ол болымды сөйлем болғандықтан, бұл жерде бізге келмейді. Яғни, where is Robert? Is he having a shower? Нұсқасы
дұрыс жауап болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.